Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қарақұмықтан котлет дайындайтын боламыз. Алдымен картошкамыз бен қарақұмықты жақсылап пісіріп алып, блендерлап аламыз да, бір ыдысқа барлығын араластырамыз. Татымына қарай тұз және бұрыш қосамыз. Бір келкетіп араластырып алып, өз қалауымызша формасын шығарамыз. Жеке ыдысымызға жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Дайын болған біздің котлетімізді жұмыртқамызға аунатып, қызып тұрған табаға екі шетін қысартып, қуырып аламыз. Сонымен бізде 10 минуттық котлетіміз дайын. Сізде жасап көріңіз, астарыңыз дәмді болсын.